Бәріне ұнайтын өте дәмді тойымды десерт наслаждение дайындаймыз. Ол үшін банан, мандарин, алма керек және клубникаға қант қосып блендермен езіп аламыз. Қатырылған клубника болса да болады. Бананды кубиктап тураймыз, алманы кубиктап тураймыз, мандаринді 2-3-ке бөлеміз. Киви қоссаңыздар да болады қалауларыңызша. Клубниканы үстіне қосамыз, езіп алған. Өз қалауларыңызша қосасыздар, бәрін жақсылап араластырып, әдемі ыдысқа саламыз. 3-5 порция шығады, өте тойымды. Мороженыйды кесіп, балмұздақты кесіп саламыз. Үстіне грек жаңғағын турап салсаңыздар болады, шоколадты теркадан өткізсеңіздер болады. Жаңғақпен өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер, рецепт ұнаса каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, міндетті түрде жасауға кеңес берем.